Ata-anamızı hürmet kılıdan biz Allah'ını eski alayıq. Sebebi Allah bizge ne de buyurdu? Ata-ananı hürmet kıl da buyurdu. Biz әйелімізге қараған вақытымызда әйелімізге жақсылап қарайық, мән берейік. Біз әйеліміздің басына қарайық, орамалы бар ма жоқ па? Әуреті жабық па, жабық емес па? Біз бала шағамызға қараған уақытта Аллахты еске алайық. Аллах субхана тағала бізге бұл бала шағаларды бекер беріп қойған жоқ. Бұларға дін үйрету үшін. Бұларға дінді үйретіп атырмыз ба? Оларға кәлимесін, Құранын, оның пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисін үйретіп атырмыз ба? Көршілерге қараған уақытымызда қарайық, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көршілермен қандай мәміле қылуға бұйырған. Қоғамға қараған уақытымызда аз ғана ойлайық, Алланы еске алайық. Қоғамда біз қандай болуымыз керек? Мұсылман деген адам қоғамда қандай болуы керек? Мұсылман адам қоғамда өзінің орны болуы керек. Мұсылман дегенде ол өтірік айтпайтын, ұрлық қылмайтын, зina қылмайтын, қиянат қылмайтын бір адам болу керек. Қазір мұсылман дейтін болса неше түрлі адамдар өсек, өтірік, өзі көрмесе де неше түрлі әңгімелер жібере беретін болып қалған. Себебі сол мұсылмандардың ішінде бар індет. Қараң, сол мұсылмандардың ішінде бар біреу болса біреу істеп атқан індет. Соны көріп алып бүтін мұсылмандарға топырақ шашып атқандығы да бұл жалған емес, ақиқат нәрсе. Демек, біз өзіміз мұсылман болғанымыздан кейін, Аллахты еске алғаннан кейін, ертең Алла бізді еске алады. Осыны білеміз бе? Демек, біз өзімізді жөндеуіміз керек. Қай дәрежеде болуымыз керек? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне сай өмір сүруіміз керек. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды өзінің дұшпандары да тән алған. Сен Мұхаммед аминсің деген. Sen şınçılsın degen. Qarang, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e müşrikler özlerinin amanatlarını taslap ededin bolgan. Müşrik kafirler özünün amanatını taslap ededin bolgan. Ey dese, sen amanatla kıyanı kılmaysın deydin bolgan. Qarаңыз. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ешкімді боқтаған емес, ұрған емес, жұлқыған емес. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem so derecede adamdардың жүрегіне жол тапқан. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям неше түрлі жалалар болған, неше түрлі таяқтар болған. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сондай жол тапқан жүректерге де олардың барлығы ырза болатын. Оларға бір ғана нәрсе жақпайтын. Оларға ақиқат жақпайтын. Bir күні пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға келіп, ей Мұхаммед, seni bizden bərimiz жақсы білеміз. Бірақ sen айтып атқан нәрсені істей алмаймыз дейтін болған. Ол не еді? Ла илаха илlallah деп айт дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла илаха илlallah Мұхаммед расул деп айт дейді. Құлшылық қылуға, сыйынуға, табынуға, жалынуға, жалбарынуға, құрбандық шалуға, қорқуға, ұялуға жалғыз Алла ғана лайық деген сөзді олар осыны айтпайықшы дейтін да. Осы сөз үшін ғана пайғамбар саллаллаху олар сиқыршы деді, жынды деді, неше түрлі өздерінің амалдарын істеді. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямда олар бәрібір жүректен білетін еді, бұл хақ жолда екендігін. Демек, сіз бенен біз де Аллах субхана ва тааланы көптен көп еске алатын болсақ, бірінші Құран оқимыз, екінші пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисін оқимыз. Бұлсыз мүмкін емес. Бұлсыз мүмкін емес Алланы еске алу. Кейбір адамдар айтады, мен де Құдайға сенем дейді. Мен де Құдайға сенем, мен ұрлық қылмаймын, өтірік айтпаймын, зina қылмаймын, сигарет шекпеймін, насыбай шекпеймін, мен төлкі намаз оқымаймын дейді. Ал бірақ біліп қояйық, сондай пәк болсын, сондай пәк адам болсын. Темек шекпейді, насыбай шекпейді, қыздарға бармайды, басқа қылмайды. Өңкей жұмысын бәрі жақсы жұмыс. Бірақ Алла оның бірде-бір амалына мұқтаж емес. Аллах субхана сіз бен біздің намазымызға мұқтаж емес. Аллах субхана біздің мешіт медресемізге Алла мұқтаж емес. Аллах субхана біздің мына күнәларымызбен азаптамайды. Сауаптарымызбен апарып жәннатқа кіргізіп қоймайды. Осыны білуіміз керек ағайындар. Қараңыз. Аллах субхана ол аса қамқор, ерекше мейірімді.
Ертең сіз менен біздің жүзіміздің жарық болуы үшін Алланың рахметі керек бізге. Алланың рахметінен үміт үзбеуіміз керек. Ол Алла сондай мейірбан, егер қаласа бүтін дүниені мұсылман қылып тастайды. Егер қаласа бүтін дүниені мешіт медресеге толтырып тастайды. Егер қалайтын болса бүтін жер жаһанның бәрін жоқ қылып жібереді. Бәрін кәпір қылып жіберуі де мүмкін. Ол Аллаға ештеңе емес ол нәрсе. Бірақ біз Аллахтан сұрайық. Алланы еске алайық. Осы Құранды оқуымыз менен, Құранды жақсылап тұрып, оның тәпсірлерін оқуымыз менен, қараң, Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисін оқуымыз менен, оны жаттауымыз менен біздің көзіміз ашыла береді, ашыла береді, ашыла береді. Жаңа бір неден келген бір әйел кісі бар екен, баласымен келіп сөйлесіп кетіп бара жатырмыз. Ана кісі енді ой, сіздердің уағыздарыңызды тынбай естеміз, 3 жылдан бері естеміз, үйтеміз, бүйтеміз. Ана енді әйел кісінің білесің, бір сөйлеген уақытта 2 сағат тоқтамай сөйлейді. Үндемей келіп жатыр. Мен айтам, сіз шынымен біздің уағыздарымызды естесіз бе деп жатыр. Иә, естемін деп жатыр. Мен айтам, сіздің естуіңізге менің күмәнім барды деп жатыр. Неге дейді? Мына басыңызға тағған орамалыңыздың өзі дұрыс тақпағасы деп жатыр. Нешбара Құран жаттадыңыздар? 3 жылдан біздің уағыздарымызды естіп, өте жылаймын дейді ғой, түнімен жылап шығамын дейді ғой. Бұндай махаббат, бұндай тақуа, мен неше пара Құран жаттыңыз десем, ол не деп отыр ғой? Жарайды. Біздің де Алланы еске алуымыз мына құлақтан кіріп, мына құлақтан шығып кетпеу керек та, ағайындар.